замороженное осеменение одеваются одноразовые перчатки. Животное, которое находится... Ұрықтандыруға мезгілі жеткен малды арнайы станокқа байлаймыз. Оны қолдан ұрықтандыру үшін бір жолғы қолғап киеміз. Қолғап ыңғайлы болуы тиіс. Бұдан соң оның сыртына вазелин жағамыз. Ол қолымыз сиырдың тік шегіне сусып кіру үшін жасалады. Было скольжение в прямую кишку. Ұрықтандырудың алдында малдың тік шегі арқылы жатыр мойнына массаж жасалады. Сначала проводится массаж через прямую кишку шейки матки. Проводится массаж шейки матки через прямую кишку. Затем вводится шприц-катетер. Скажи, стоп ты. Вводится шприц-катетер уже с заправленным семенем. Дозой. Одан соң ұрық толтырылған катетер шприцті кіргізіп ұрықтандырамыз. И вводится. После этого извлекается шприц-катетер. И таким образом животное осеменяется. Бұл процесс аяқталғанда катетер шприцті алып, дәрумендер береміз. Қолдан ұрықтандыру. Арнайы бөлмеде тұқымдатқыш техника бар. Онда қатырылған ұрықтар минус 196 градуста сұйық азоттың ішінде сақталады. Находятся здесь вспомогательные одноразовые инструменты, запасные канистры для... Сонымен қатар мұнда қосалқы бір жолға құралдар бар. Ұрыққа арналған қосымша канистра, дюар ыдысында сақталатын кәдімгі сұйық азот, ыдыстың екі тұтқасы мен қақпағы бар. Біріншісі пластмас қақпақ. Одан кейінгі екінші қақпағы ауа жібермейді. Әрбір канистрада ұрықтың қай бұқадан алынғандығы жайлы мәлімет жазулы тұрады. Попадание воздуха, и на каждой канистре на веревке записаны название семени, от какого быка-производителя они получены. Здесь вот видите указаны имена. Сондай-ақ ол мәліметте ұрық алынған бұқаның аты да жазылады. Канистрдің үстіңгі жағындағы ойыққа оның тұтқалары бекітіледі. Аларда оны ақырын шығару керек. Ручки канистр, которые извлекаются аккуратным движением. И здесь вот видно, что в пайетах замороженное семя, которое каждый раз извлекается из... Міне көрініп тұр, бұл пайеттерге қатырылған ұрық салынған. Оларды канистрден пинцеттің не арнайы қысқыштың көмегімен аламыз. Шприц катетерді де арнайы қысқышқа бекітеміз. Енді онымен ұрықтың сапасын тексеруге болады. Қатырылған ұрық алдын ала жібітіледі. Одан соң 37,5 температураға жеткенше сулы жылытқышта ұстаймыз. Содан кейін ғана шприцті толтырамыз. Имеется водяная баня, при которой до температуры 37,5 градусов семя предварительно размораживается, после которого заправляется шприц-катетер. Назар салыңыздар, сулы жылытқыштан алынған пайетті құрғатып, сүрту керек. Ол үшін кәдімгі сулықты қолданамыз. Пайетті сулықпен орап, суды сіңіріп алғанша ұстап тұрамыз. Құрғатылған пайеттің дәнекерленген шетін арнайы кескіш не қайшымен кесіп, катетер шприцтің саңылауына абайлап, жіңішке түтікше саламыз. Бұдан соң қалтадан бұрын қолданылмаған бір жолғы пластмасса тысты алып, шприц катетерге бекітеміз. Шприц катетерді кіргізер алдында тұқымдатқыш техник қолын сиырдың тік шегіне салып, жатыр мойнына массаж жасайды. Болған кезде екінші қолымен жыныс еріндерінің қуыс айналасында ұйыған нәжісті сүртіп алады. Бұдан соң қолды тік шектен білезікке дейін ғана шығарамыз. Саусақтарымызбен тік шек арқылы бұлшық еттерді басып отырып, жыныс еріндерін ашамыз да төменнен жоғары қарай ұрық толтырылған шприц катетерді кіргіземіз. Несеп жолын зақымдап алмау үшін шприц катетерді 45 градустық бұрышта кіргіземіз.
ол ішіне жылжыған сайын вертикал қалыпқа келтіріп отырамыз. Тікшек арқылы саусағымызбен шприц катетердің жылжуын бақылаймыз. Ол жатыр мойнынан ауытқымауы тиіс. Шприц катетердегі пластмасса тыс әрбір қолдан ұрықтандыру процесінен кейін сындырылып, қоқысқа жіберіледі.